Саламатсыздар балалар. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен қамтамасыздандыру пәні бойынша 7 сәуірдегі тақырып ол электр тораптарында кернеуді реттеу. Және бұл сабақтың мақсаты электр қондырғыларды ақаусыз қолдану. Алдындағы біз сабақтарда мен сіздерге бәріне айтып өттім. Мысалы, кернеуді әр жерге бізде 220 ма 220 жету керек. Ол бізде мына электр қондырғылар, электр шайнегіміз болсын, телевизорларымыз болсын, қандай да бір қондырғыларымыз ол 220 кернеуге есептелген. Онсыз ол бізде ол қондырғыларымыз жұмыс істемейді. Мысалы, спиральді электр шайнектеріміз, олар ішіндегі никелер болсын, олар жанып кетеді. Және біздің шамдардың спиральдер жанып кете береді. Ал сондықтан бізде кернеуді реттеу ол ең басты мәселе. Ол электриктердің ең басты мәселелер. Мысалға, міне біз алдында сіздерге сабақтарда айтып өттім. Этаждағы шкаф, мына жағынан 2 квартира болсын, жерде жағынан 2 квартира. Біз мына жерде электр кернеуді бөлу үшін, мына бізде мысалы этаж болады. Мына жақта квартира, бірінші. Мұнда бізде электр жәшігінде мұнда бізде счетчиктер тұрады. 4 квартираның счетчигі, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бұл кезде біз кернеуді қалай реттейміз? Кернеу бізде мұнда 4 сым келеді. Ол бізде фаза А, фаза Б, фаза С және нулевой, нөлдік провод келеді. Ал енді кернеуді реттегенде бізде мысалы бірінші квартираға біз фаза Адан жібереміз. Ол бірінші счетчикке барады. Счетчиктен фаза А бірінші квартира кетеді. Екінші квартираға фаза Б'дан кетеді. Фаза Адан кетсе бірінші квартира, екінші квартира фаза Б'дан кетеді. Счетчикке барады, счетчиктен екінші квартира кетеді. Үшінші квартираға фаза C'дан кетеді. C'дан үшінші квартираға, төртінші квартираға бізде қайтарым фаза Адан кетеді. Төртінші квартираға. Бұл не үшін керек бізде? Біз кернеуді реттеу керекпіз. Өйткені әр этаждағы 10 қабатты үй болса, 10 қабатты үй десек, әр этажға біз бір фазадан ғана жіберіп отырсақ, әр квартираға. Бізде кернеу, мына жерде мына кернеулер асқын кернеу, мұнда токтар көбейіп, бізде квартираларда пожарда болады, қондырғыларды жанып кетеді. Кернеуді реттеу болып саналады. Ал міне дәл осындай мен сіздерге айтып өткен мысал, ол тек мына квартираларға ғана емес, және бүкіл қала. Мына бізде Павлодар қаласы деп айтайық. Павлодар қаласын бізде 4 электростанция, мысалға 4 электростанция. Павлодарская станция, Павлодарская станция промышленная, және станция восточная, және станция южная. Павлодардың кернеуін реттейтін
осы 4 станция. 4 станция бізде Павлодар қаласы болса, 4 станция былай белгілі бұл өз райондарына бөліп алынған. Неліктен? Өйткені әр үйге, әр санатты қабылдағыштарға электроэнергияны кернеуді бір қалыпты беру. Өйткені бізде дұрыс реттелмеген болса, онда мына райондағы электр қондырғылары, ол мысалы телевизорлар болсын, үйде холодильниктер болсын, онда ток распределение дұрыс болмай, напряжениеміз жоғары болып, мына станцияда бізде распределение болмағандықтан осы райондағы электр қондырғылары жанып кетеді. Мысал ретінде ол көп жерлерде болды, мына Павлодар қаласында да. Ең бірінші мына кернеуді реттеу кезінде, дұрыс реттеу кезінде, ең бірінші мен сіздерге айтып өткендей 4 санат бар. 4 санатқа бөледі. Бірінші санатқа не жатады бізде? Бірінші санатты қабылдағыштар. Бірінші санатты қабылдағыштар ол бізде больницалар және мысалы әкімшілік. Екінші санатты ол мектептер, колледждер мысалы. Үшінші санатты ол бізде зауыттар және төртінші санатты ол жекеменшік үйлер. Және осы жаңағы мына бірінші схемада айтып өткендей, бұнда да қала бойынша да бізде дұрыс распределение болу керек. Өйткені бізде станция Павлодарская мысалы Ақсудан қабылдайды, Ақсу қаласынан электроэнергияны. Ол бүкіл қалаға дұрыс бермесе, бізде жаңағы айтып өткендей әр ауданда мысалы авариялық жағдайлар болып, свет өшіп қалады, немесе көп қондырғылар жанып кетеді. Ол перетоки мощности ток көбейіп, напряжение көбейіп кетеді. Бұл екіншісі. Енді үшінші, бұл неге керек екен? Ең бастысы дәл осылай мына кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттар қамтамасыздандыру болғандықтан бізде дәл осылай Павлодар облысын, Қазақстан бойынша алсақ та, мысалы мынау Қазақстан, бізде общий Қазақстан болса, және міне Павлодар облысы. Павлодар облысына жеке бөлейік. Павлодар облысын бізде Павлодар облысының электроэнергиямен қамтамасыз ететін екі үлкен станция бар. Ол Ақсу және Екібастұз. Екібастұз мен Павлодар ортасында екі линия бар. Екі линия бар, және Ақсудан Ақсу кресін қамтамасыз етіп тұр. Және Ақсу ол Павлодар облысына, Павлодар қаласына және Павлодар районына берді. Ақсудан Павлодарға 4 линия бар. Сіздерге алдында айтып өттім, әр қабылдағыштар, үлкен қабылдағыштар бізде дара, магистралды және радиалды болып қабылдағыш болып есептеледі. Мысалы, радиалды дегеніміз ол бір линия арқылы мысалы электр энергия қамтамасыз етіп тұрса, ал магистралды ол екі немесе одан да көп. Павлодар қаласы екі линиямен қамтамасыз етіліп тұр. Өйткені бізде бір линиямыз құлап қалып, не авариялық жағдай болып қалса, онда екінші линиямен беріледі. Но осы кезде де Павлодар, Ақсу қаласы Павлодар облысына таратқан кезде олар кернеуді реттеп отырады. Кернеу қайда реттеледі? Кернеу ол электр орталықтарында.
электр орталығы дегеніміз ол Ақсу қаласындағы мына ГРЭС, Ақсудағы ГРЭС-те реттеледі, және ГРЭС-тен таралғасына ол жоғары вольтта желілермен жеткеннен кейін кішігірім подстанцияларды. Мына высоковольтка бізде 500 киловольт болса, 500 киловольтта мысалы тоғы және қуаты реттелгеннен кейін ол мына Павлодар станция Павлодарскіға келген кезде Павлодарский станция ол 500-ден 220 киловольтқа дейін төмендетеді. 220-110 киловольтқа төмендетеді. Ол мына Павлодар қаласының мына бөлігіне таратады. Дәл осылай станция Павлодарская 500 киловольттан 220 киловольтқа дейін төмендетіп, ол Павлодардың мына бөлігіне береді. Мына жағына станция Восточный мен станция Южная. Дәл осылай бөледі. Бүкіл дәл осы схемамен бүкіл Қазақстанның электр желілері таралады. Ол мына үлкен Қазақстан, мысалы қазір бізде Қазақстан бойынша электр өндіретін үлкен жерлер ол бізде Қостанай облысында, Павлодар, Көкшетау және батыс Қазақстанда мұнда электр энергия өндіру станциялары жоқ. Бізде мына жақтан бұрын Алматы облысы, Алматы қаласы, Алматы облысы бұрын Қырғызстаннан алған. Қырғызстаннан электр энергия сатып алған. Қазір электр энергия Павлодар қаласынан линия тартылды. Және ең басты біздің астанамыз Нұр-Сұлтан қаласына бізде ол ең басты әкімшілік орталық болғандықтан ол жан-жақты 6 линиямен қамтамасыз етеді. Павлодардан 4 линия барады, Павлодардан 2 линия, Екібастұз қаласынан 2 линия барады, Қостанайдан 2 линия барады. Дәл осылай бүкіл Қазақстан бойынша электр энергияны тасымалдау реттелген. Ол мына жаққа көп, мына жаққа аз беру деген болмайды. Және бұл Қазақстан бойынша және айта кететін жай, Қазақстан бойынша және бүкіл бұрынғы КСР СССР халқының жерінің картасын осы электр энергиямен қамтамасыздандыру сызбасын санап өткен ғалым ол біздің Баянауыл облысынікі Шапақ Шокин. Балар, мен жаңа міне кернеуді реттеудің неліктен, не үшін реттейміз, ол бізде қондырғылар әр жерде біз санаулы болу керек. Бір жерге мысалы біз қуатты кернеуді көп беретін болсақ, ол жерде бізде қондырғылар жанып кетеді. Ол бәрі есептеледі. Және бұл есептеу бізге сіздер білу керексіздер. Бұл жайындағы материалдар не? Лекцияны мен сіздерге жалпы ережені айтып өттім, не үшін керек екен. Енді қалған бәрі лекцияда жазылған, лекцияны сайтқа жіберем, және оны жазып алып, сіздерден лекцияны көшірмесі маған жіберіп жауаптарға жауап бересіздер.